Сәлем оқырмандарым, бүгін сіздермен фунчоза салатының оригинал рецептісін үйренетін боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Фунчоза салатымызды жасау үшін бізге осындай қара кесек етіміз керек. Осындай етімізді майдалап турап алып, оны маринаттаймыз. Маринаттау үшін соус, чеснок және приправа қажет болады. Барлығын салып, маринаттауға қойып қоямыз. Фунчоза салатымызға арналған осындай приправалар қажет болады. Етіңізді маринаттау үшін осы морков приправасын қолданасыз. Енді біз етімізбен бірге қуыратын заттарды тураймыз. Оған бізге пияз, қызыл перец және де ашық қызыл перец қажет болады. Осылай етімізді жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне осыларды салып, бірге араластырып қуыратын боламыз. Етіміз жұмсарып, қызарып, піскенше жақсылап қуырып аламыз. Мінекей дәл осылай қуырылатын болады. Сол кезде етіміз жұмсақ, әдемі болып піседі. Енді бір ыдысымызға сәбізді осындай жіңішке теркамен өткізіп аламыз. Сәбізімізді теркадан өткізіп болғаннан кейін қиярымызды осылай жіңішке етіп тураймыз. Айтпақшы, сіздер жаңа көрермен болсаңыздар, маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Сол кезде менің видеоларымды алғашқы болып көретін боласыздар. Міне осылай қиярымызды турап дайындап алдық. Енді сельдері мен укропымызды осылай майдалап, жақсылап турап дайындап аламыз. Біз барлық көкөністерімізді турап дайындап алдық. Ендігі кезекте фунчозамыздың қамырын осылай қайнап тұрған ыстық суға 10 минутқа бөктіріп пісіретін боламыз. 5 минут болған кезде тағы да бір қарап қойыңыздар. Езіліп пісіп кетпесін. Фунчозаның қамырын осылай су барлық жағына тиетіндей етіп батырып аласыздар. Осылай әдемі болып пісіп шығуы керек, қатты езіліп кетпеу керек. Сол үшін де 5 минут болған кезде дәмін көріп, піскен-піспегенін тексеріп алыңыздар. Егер де піскен болса, сүзіп басқа ыдысқа салып қойыңыздар. Қуырылған етіміздің үстіне сәбізді, туралған қияр, сельдері, укроп барлығын үстіне салып, осы еттің буына бір бөктіріп қоясыздар. Қақпағын жауып қойыңыздар. Енді осы фунчозамыздың үстіне корейский чим-чим деген приправамыздың барлығын құйып аласыздар. Енді барлық туралған көкөністерімізді, қуырылған етімізді барлығын үстіне салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біздің оригинал рецептпен жасаған фунчоза салатымыз сочный болып, әдемі болып жасалынып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңыз, келген қонақтарыңыз сүйсініп тұрып жейтін болады. Осылай тарелкаға салып ұсына беріңіздер. Видеом сіздерге ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалды. Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен пачуба салатын жаңа рулет форматында жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен керекті заттарымызды қайнатып аламыз. Картошка, жұмыртқа, сәбіз және де қызылшамызды суда қайнатып аламыз. Қайнатып алған көкөністеріміздің барлығын сыртын ашып, дайындап қоямыз. Барлық көкөністерімізді теркадан өткізіп, дайындап қоямыз. Осылай картошкаларымды теркадан өткізіп алдым. Одан кейін сәбізімді теркадан өткіздім.
Осылай жұмыртқаның ағын, сарысын барлығын бөлек-бөлек теркадан өткіземіз. Қызылшамызды да теркадан өткізіп, барлығын ыдыстарымызға салып дайындап қоямыз. Осылай мен ыдыстарыма салып дайындап қойдым. Сол кезде салат жасаған кезде өте ыңғайлы болады. Және де пияз қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен осылай пиязымды майдалап турап алдым. Салатымыздың дәмін келтіретін осындай балықты таңдадым. Балығымды да осылай төртбұрыштап майдалап турап шықтым. Ыңғайлы болу үшін бір ыдысыма салып дайындап қойдым. Одан кейін осылай пищевой пленкамызды төсейміз де қызылшамызды осылай қойып шығамыз. Одан кейін жұмыртқаның ағын осылай екінші слойына қоямыз. Одан кейін қызылша солай кезек қойып шығасыздар. Пленкамыздың үстіне қоясыздар. Міне осылай рулет салатымызды жасап бастаймыз. Өздеріңіздің ыдыстарыңыз, тарелкалеріңіздің көлеміне қарай жасайсыздар. Одан кейін үстіне осылай майонезімізді сеуіп шығамыз. Оның үстінен картошкаларымызды қоямыз. Барлығын бір тегіс етіп қойып шығасыздар. Картошкамыздың үстінен кішкене ғана тұзын сеуіп шығасыздар. Одан кейін қайтадан майонезімізді себеміз. Ары қарай сәбізімізді салып шығамыз. Барлығын бір тегіс етіп салып шығасыздар. Сәбізіміздің үстінен қайтадан майонезін қосамыз. Оның үстіне турап алған пиязымызды қосамыз. Пияз қоспасаңыздар да болады. Ол өз еркілеріңізде. Пияздың үстінен турап алған балығымызды салып шығамыз. Енді пищевой пленкамыздың екі шетінен көтере отырып рулетін жасайтын боламыз. Екі бетін бірдей көтересіздер, сол кезде шашылмайтын болады. Дәл осылай видеодағындай қайталайсыздар. Осылай екі шетінен ұстап, қысып орайтын боласыздар.
Орап алған рулетімізді бір тегіс тақтайымызға салып, морозильникке жарты сағатқа қойып қоясыздар. Жарты сағат өткеннен кейін шығарып ыдысымызға саламыз. Пищевой пленкасына алып тастаймыз. Міне осылай рулетімізді ыдысымызға салып алғаннан кейін үстіне әсемдік ретінде жұмыртқаның сарысын или болмаса кез келген нәрсемен әсемдеуге болады. Осымен біздің рулет пачуба салатымыз дайын болды. Өте сәнді, дастарханның сәнін келтіретін болады. Осылай жасап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әлия, қош сау болыңыздар. Қайырлы кеш достар. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын кёшин язик салатын жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар сарымсақ, қызанақ және де баялды. Баялдымызды осылай дөңгелек етіп турап, жақсылап, қызартып қуырып аламыз. Қызанағымызды да дәл солай дөңгелек етіп турап дайындап қоямыз. Сарымсағымызды майдалап турап, сарымсақ езетін құрылғымызбен жақсылап езіп дайындап қоямыз. Оқырмандар, егер де сіздер жаңа көрермен болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Қазақша контентті қолдап кетейік. Сонымен қатар, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларымды ең бірінші болып көріп отырасыздар. Осылай сарымсағымызды езіп алғаннан кейін үстінен майонезімізді қосып, екеуін жақсылап араластырамыз. Және де дәміне қарай шым-шым тұз қоссаңыздар да болады. Міне соусымыз дайын болды. Енді қызанағымыз бен баялдымыздың ортасына кезек-кезек жағып шығамыз. Ең алдымен баялдымызды алып, соусымызды жағамыз, оның үстіне қызанағымызды қоямыз. Одан кейін қайтадан соусымызды жағып, баялдымызды қоямыз. Осылай барлығына жағып шығасыздар. Бұл салат өте жеңіл және де оңай жасалатын салаттардың бірі. Сонымен қатар өте тойымды, кез келген қонаққа ұсына берсеңіздер болады. Және де дастарханның сәнін келтіріп тұрады.
Jo'shin yazık salatımızı жасап болды. Өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Сәлем достар, бүгін сіздермен ең дәмді сәбіз салатын жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Салатымызға қосатын көкөністердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Сол жерден қарап көресіздер. Қазір біз сразу турап бастаймыз. Сәбіз, перец барлығын жуып тазалап ашып аласыздар. Сәбізімізді ең үлкен теркамен өткізіп дайындап аласыздар. Одан кейін осындай баклажанды осылай турап майға қуырып саласыздар. Енді болгар перцімізді осылай ұзынша етіп барлығын турап шығасыздар. Ашты перцті де тура осылай кесесіздер. Туралған көкөністерді осылай бір ыдысқа салып дайындай бересіздер. Және де огурцымызды осылай ұзынша етіп турап дайындайсыздар. Оны да осылай ыдысқа салып қоясыздар. Одан кейін біз осындай укроп қосамыз. Укропымызды майдалап осылай турап аласыздар. Және де селерин қосамыз. Селерини де осылай майдалап турап шығасыздар. Одан кейін чесногымызды осылай турап майдалап тұрып үгітіп турап шығасыздар. Оны ыдысымыздың дәл ортасына саласыздар чеснокты. Өйткені біз қазір майды құйғанда бірінші чеснокты күйдіретін боламыз, сол үшін де. Және де осылай біз қызыл паприкамызды жан-жағына сеуіп шығамыз.
Айтпақшы, сіз жаңа көрермен болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз, және де қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Сосын бір кішірек кесемізге қайнаған суымызды құйып, үстіне уксусты кішкене құйып, екеуін араластырып дайындап қоясыздар. Осындай көкөністерге арналған 70% уксусты пайдаланамыз. Енді алдын ала қыздырып алған сұйық майымызды дәл осы чесноктың үстіне құятын боламыз. Енді үстіне дәміне қарай тұзды себеміз. Және де үлкен қасықпен құмшекерді саламыз. Одан кейін дәміне қарай морковь по-корейски деген приправадан салатын боламыз. Келесі үстіне бағана дайындап алған уксуспен суымызды құятын боламыз. Және де соевый соусты қосамыз, үлкен қасықпен бір қасық болатындай етіп. Одан кейін салатқа арналған ақ тұзымызды саламыз. Көкөністеріміздің барлығын жақсылап турап салып алдық. Енді осының барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Салатымыз дайын болып шықты. Енді бұны қонақтарыңызға ұсына беріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай тарелкаларыңызға салып, ұсына берсеңіздер болады. Дастарханның сәнін келтіріп тұрады. Видеом сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Өте дәмді пачуба салатын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен көкөністеріміздің барлығын қайнатып аламыз. Қайнатып алғаннан кейін барлығының сыртын ашып дайындаймыз. Қызылшамызды, картофелімізді, сәбізімізді, жұмыртқамызды. Одан кейін барлық көкөністерімізді теркадан өткізіп аламыз. Ыңғайлы болу үшін барлығын осылай бір табағыма салып дайындап қойдым. Және де салатымызға пияз қосамыз. Бірақ та пиязды өз еркілеріңіз бойынша қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Осылай пиязымды майдалап турап шығамыз. Осылай кесілген таза селедкамызды қосамыз. Оны майдалап турап шығамыз. Турап алған селедкамызды бір ыдысымызға салып дайындап қоямын. Енді бір тарелкамызды алып, үстінен кальцо қойып, пиязын қойып шығамыз. Пиязымызды бір тегіс қойып алғаннан кейін үстінен турап алған селедкамызды салып шығатын боламыз. Енді үстінен майонезімізді себеміз. Одан кейін картошкаларымызды қойып шығамыз. Барлығын бір тегіс етіп қойып шығыңыздар. Енді картошканың үстінен қайтадан майонезімізді себеміз.
Одан кейін сәбізімізді салып шығамыз. Қайтадан майонезімізді сеуіп шығамыз. Және де кішкене шым-шым тұзын сеуіп жіберсеңіздер болады. Одан кейін жұмыртқаның сарысын сеуіп шығамыз. Майонезімізді қайтадан бір тегіс етіп сеуіп шығамыз. Және одан кейін жұмыртқаның ағын саламыз. Ең соңында қызылшамызды бетіне бір тегіс етіп қойып шығасыздар. Қызылшамыздың үстінен тағы да майонезін сеуіп, қасықпен жағасыздар. Сол кезде майонездің түсі розовый цветке айналатын болады. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Ең соңында кальцонымызды шешіп алып тастаймыз. Пачуба салатымыздың үстін сәндеу үшін үстіне жұмыртқаның сарысын қойып сәндеуге болады. Осымен біздің салатымыз дайын. Өте дәмді салаттардың бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар пачуба салатын рулет тәрізінде жасалу жолы менің YouTube каналымда бар. Сол жерден көрсеңіздер болады. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.
Баршаңызға сәлем, сіздермен Әлия. Бүгін сіздермен баялдыдан өте оңай рулет жасауды үйренетін боламыз. Орысша чошин язык деп аталады. Маған тіркеліп қоңыраушаны басып алыңыз. Ең алдымен баялдымызды осылай ұзынша қылдырып, жіңішке етіп турап аламыз. Одан қышқыл дәм шықпау үшін тұз сеуіп араластырып қойып қоямыз. Содан кейін бір ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып, кішкене ұн сеуіп, осылай араластырып аламыз да, баялдымызды екі бетін төңкеріп, жұмыртқамызға аунатып аламыз да, осындай үбілмелі қытырлағымызды бетіне осылай сеуіп шығамыз. Одан кейін қызып тұрған майымызға салып, қуырып, екі бетінде пісіретін боламыз. Айтпақшы, маған тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Баялдымызды қуырып алғаннан кейін осылай бір ыдысымызға сарымсақты езіп аламыз. Езіп алғаннан кейін үстіне шым-шым тұз сеуіп, одан кейін майонезді қосып, жақсылап араластырып, салмасына дайындаймыз. Енді қызанағымызды осылай домалақ етіп барлығын турап шығамыз. Қуырып алған барлық баялдымыздың енді үстіне осылай жасап алған соусымызды жағып шығатын боламыз. Осылай жағып аласыздар да, ортасына қызанақты салып, орап, дайындап алған тарелкаңыздың үстіне қоя бересіздер. Мінекей, дастарханның сәнін келтіретін баялдыдан жасаған рулетіміз дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығатын болады. Менің сіздерге видеом пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз.